Бірге жүрсең, тамаша шаттығын да бірге бөлсең, тамаша жастық шақта ойнап күліп, таусылмас ертегідей қызық көрсең. Жас кезінен сатираға да жақын болыпты. Қазаққа әзілдер мен шымшымалары көпшілік көңілінен шыққан екен. Бірінші алғаш қадамын сатирадан бастадық. Бұның енді Қыдырдың сатиралық өлеңдері өте шебер жазылған. Осы жерді босатқаннан кейін Ескендір деген кісі би. Мен бүгін замандас болып отыр. Ал бүгінгі негізгі тақырыбымыз бұл ұлт ұстаз деп аталады. Яғни ұлт ұстаз екен кім екенін білесіздер ғой. Ахмет Байтұрсынұлы Алаш арыстарының негізгі позициясын ұстаған, жалпы Алаш арыстарына үлкен Алаш идеясын берген қазақтың ғұламасы десе де болады. Ахмет Байтұрсынұлы жайлы негізгі тақырып қозғаймыз. Және Ахмет Байтұрсынұлының негізгі осы бүгінгі тақырыпты аша түсетін ортамыздағы ағамыз Қыдыр ағамыз болады, құрметті достар. Алаш дегеніміз кім? Абай деген ақынымыздың жаңағы ақынымыздың туған ақынымыздың кітабын және мынау жетісу өзіміздің Швейцария деп жатамыз. Осы жетісу бір өзіміздің мұғалім бақыт Қарағаш деген жақсы ұстазымыз бар. Бұны әділеттеріміз сияқты бір үлкен жаңағы сайысқа барып сонда ұтып алып келген екен. Осы жетісу Швейцариясы үлкен мынаның ішінде бүкіл кірсені ашсаңыз ішіне жаңағы өзіміздің жетісу саяхатына кіргенде барғандай боласыз. Осыны сізге арнайы